Баршаңызға сәлем. Бұл видеодан асқабақ дәнінің 10 ауруға тигізер емді қасиет туралы білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, лайк басып, пайдалы ақпаратпен бөлісіп отыруларыңызды сұраймыз. Ал біз болсақ, әрі қарай жалғастырайық. Асқабақтың адал мақсатына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық еміне жүрек қан тамырларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа мың түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен остеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезінде аурулықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай аурулықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумен мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл-күй нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тігішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруларына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мезгілде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса, асқабақ дәнінде кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығы жақсарады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин заты ерлерде тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді әрі ісікті қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік, ақуыз мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқаны сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді, көңіл-күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтандырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл-күйіңіз керемет көтеріледі дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессе жүретіндерге және үнемі мазасыздатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізер зияны жоқ. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие. Асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізу арқылы ағзадан тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Ескертуге назар аударыңыз. Асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырышының қышқылдылығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенуге кеңес беріледі. Қазақстан дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен емдік дәрілер жасалатын халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзіріне қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде нақты деректерде табу қиын.
Жалқаба асқабақ тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін өсімдіктердің бірі болып табылады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жемістер жидектерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В, В2, В5, Е дәрумендері көптеп кездеседі. Дәрумендердің көптілігіне бола мың бірлі ауруға ем. Көру нашарлығында, қаназдық, артық салмақтан тағы басқадан арылғысы келетін адамдарға таптырмайтын ем. Денеде шлактан тазартып зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өсетін табиғи өнімдердің бірі болып саналады. Құрамында жасанды талшықтың судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Асқорыту үдерісін тездетеді, оттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы болып табылады. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішше жүйке жүйесін тыныштандырады, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтай алатын боласыз. Сонымен қатар жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырышы басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде асқабақтың сүтпен дайындап, қаймақ, май жаңғақ бадамын қосып жейді. Асқабақтың ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауруында тәулігіне жарты сағат шырынышты немесе қайнатылған түрінде жейді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, бір стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып қалған тоңазтқа сақтайды. Күніне бір рет ашқаранға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына бір рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді дейді дәрігер мамандар. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 граммнан ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стакан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып ішуге де болады. Денсаулық бізге берілген ең қымбат сый. Сол үшін де әр дертті алдын алуда дәрігердің кеңесіне отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздермен ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Бұл видеомыз пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше, оқырман.